Ассалаумағалейкум, қадірлі Жібек Жолы радиосының тыңдаушылары, армысыздар. Студия төрінде Жасұлан Жүрсінұлы. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Әлеуметтік желіде хабарлап құлақтар еткеніміздей, студиямыздың төрінде талантты әнші, композитор. Бүгінде әндері сұранысқа ие, қазіргі жастардың талабына сай, қазіргі стильге сай, өзінше мына жүректің қылын шертіп жүрген тамаша талант иесі Әлімбек Келдібай бүгін студиямыздың төрінде. Қош келдіңіз. Тұра тұрыңыз, қайтадан. Қош көрдік. Қалай көңіл күйіңіз? Көңіл күй тамаша. Астанада мынандай ыстық жылы күндер өте аз болады ғой. Сол себепті осы ыстық күндердің қызығына тоймай жүрміз десек артық болмайтын шығар. Енді композитор бұл шабыт иесі. Көктем, жылдың 4 мезгілінің қай уақытында сіз осы жан рахатына, сезім рахатына музыканың бөленесіз? Қай мезгілде? Қыста, жазда, көктем, күз ән шығаратын уақытыңыз? Ән шығарғанда мен сол шабыт ол мезгіл таңдамайды. Тақырыптар шығармашылық адамның басында, миында айналып жүреді да, күз болса күз, жаз болса жазда шығады негізі. Ол процесс мезгілге байланбаған. Сіз бағындыра аласыз ба бойыңыздағы жаңа шабытты? Жоғарыдан берілген дейікші, енді ол екінің бірінде бар ма жоқ па білмеймін. Мысалы, демек сіздің құлағыңызда белгілі бір әуен музыка жүреді. Солай ма миыңызда? Да, иә. Мысалы былай ғой, мысалы күз болуы мүмкін, мысалы сіз жазда бір жанға ғашық болуыңыз мүмкін, болмаса бір ерекше оқиға болуы мүмкін жаздың мезгілінде да. Содан кейін ол адамның жаңағы ми жүйесінде, қыртыстарында жүреді да, бір сәйкес болған кезде, бір жаңағы шабыт ашылған кезде ол жазда болып, ол күзде шығуы мүмкін. Мысалы күзде орын алған нәрсе сөйтіп туу процесі солай жүруі мүмкін. Жаңа өзіңіз айтыңыз, ғашық болған да дедіңіз. Иә. Негізі отбасыңыз бар ма? Отбасым бар, иә. Енді мысалы үйленгенге дейін композитордың, әншінің үйленгеннен кейінгі творчествода бір өзгешелік бар ма? Үйленгеннен кейін шабыт азаяды негізі. Әзілдеп. Мен бірақ деген осы сіздердің радиоларыңызда және басқа да радиоларда қойылып жүрген ән бар. Мысалы, ол әннің шығу процесін айтатын болсақ, ол бір көктем кезінде басында 2 шумағы шықты, өлең болып шықты. Содан кейін уақыт өте келе қысқа қарай әні шықты. Өлең күйінде шықты, поэзия ретінде, сосын ыңылдап әні шықты. Ал оны аранжировка жасап, өңдеп, кәдімгідей радиолардан тарату, ол бірнеше жыл өткеннен кейін жарық көрді. Сол себепті мезгіл таңдамайды деп жатқаным сол еді ғой. Әлімбек, мен бір байқағаным, сіз басында осы жоғарыдан берілген сізге талант дейікші, енді тылсым ғой ол да. Соны дұрыс құрметтемедіңіз бе? Неге олай созылады? Қазір адамдар жарқ еткен бір өзінің бойындағы бір талантын тез шығарып, тез ротация беріп, тез танылғысы келіп тұрады. Бұл сіздің оны сыйламауыңыз ба шабытты? Әлде бұл сіздің бойыңыздағы жалқаулық па, қалай? Жоқ, бұл сыйламау деп жаңағындай құрмет көрсетпеуге байланысты емес. Бұл ішіне тұнып тұрған сезімдер ол шығады өз кезеңмен. Және адамның пісу керек. Иә, адамның өзі мен осы сезімді тұншықтырайын, осы әнді мен жоқ қылайын, мен осы әнді келіп тұрған нәрсені мен қарсымын деп айта алмайды. Ол енді табиғи инерциямен шығатын дүниелер ғой. Сол себепті ешқандай қарсылық жоқ. Тіпті керісінше шығармашылық адамдар неге менен әуезді ән шықпай жатыр деп шығармашылық кризис дейміз ғой, тоқырауларға түсіп жатады. Мен ойымша кез келген өнер адамы, шығармашылық адамы өзінің талантына қарсы келмейді деп ойлаймын. Мен сол шығармашылық стрессте жүрмін, тоқырау, мен соны түсінбейді екенмін. Қалай ол сарқылмау керек деп ойлаймын. Ол турасында қазір сөйлесеміз, алғашқы туындыңызға кезек берсек деп отырмыз. Негізінен Жасұлан мырза, бүгін енді менде сіздердің радиоларыңыздан айналып жүрген әндер бар. Енді біраз үзіліс болды, содан кейін мен
жаңа деммен, жаңа леппен бірқатар әндер шығардым. Осы әндерді сіздердің радиоларыңызда қойып, бүгін тұсауын кесеміз бе? Тұсауын кесіп, көрермендердің де пікірі бізге маңызды. Азап шекпеймін. Азап шекпеймін деген ән. Бірінші осы әнді тыңдап алсақ, маған аты ұнап тұр. Азап шекпеймін. Бұл бір сіздің ішкі жүрегіңіздегі бір қордаланып қалған дүниені былай шығару ма, қоғамға естірту ме, әлде бұл ақынның ойын жеткізушісіз бе осы жерде? Бірінші әнді тыңдайық, содан кейін жалғастырайық. Жақсы, тыңдап алайық. Мен де тұңғыш рет тыңдағалы тұрмын. Қадірлі Әлімбек Келдібайдың тамаша туындысы алғаш рет тұсауын кескелі отырмыз. Қадірлі тыңдаушы, 8-700-101-40-00 сұрақтарыңыз болса, композиторге, әншіге қоя отырыңыздар және әнге баға беріңіздер. Қадірлі радио тыңдаушы, Жібек жолы радиосында тұңғыш рет шырқалған Әлімбек Келдібайдың азап шекпеймін туындысы. Қарап отырмын, бір сөзін жазған кім? Бұл жерде сөзін, әнін біз топ болып жаздық. Топ болғанда 2 адам. Қазіргі ән жазу процестері солай жүріп жатыр. Әрбір студияларда жеке шығармашылық адамның өзінің бір әні, идеясы болады. Және соны сол студиядағы өнерпаздармен бірге отырып, әркім өзінің идеясын қосып, бір туындыға айналдырады. Ол жерде жаңағы техникалық жағынан қарайтын, ән, дыбыс жағынан қарайтын жігіттер болады. Солай әнді дүниеге алып келеміз. Демек, бұл бірнеше шығармашыл адамдардың ойының үні десек бола ма? Иә. Кейде енді мысалы орындаушыны айтып жатқан әніне қарап, сол әнге байлап жіберетін кезі болады. Мысалы Алтынай Жорабаеваның бір танымал әні бар, кімде кімнің несі бар деген. Әркім өзіммен болсайш, біреуде не шаруаң бар деген сияқты бір сөздері бар, тамаша әні бар Алтынай Жорабаеваның орындауында. Мен кейде ойлап отырам, немесе мына Қайрат Нұртастың соңғы творчестволарында бір өзінің жан-жарына деген ба, махаббатына деген ба, қай түйге болды ғой деген сияқты, осыны қояйық деген сияқты. Бұны сұрап айтып отқан себебім, жалпы осы өнер адамы ән арқылы осылай бір пазл, ортаға бір дыбыс үн тастайтын сияқты болып көрінеді. Жалпы осындай бола ма негізі творчество адамдарында? Мысалы, мына әндеріміз топтық жұмыс істеп жатқанымыз, ол бір эксперимент ретінде болды бірінші рет. Оның алдында мен өзім ән жазамын, өңдеушіге барып, солай негізінен бір адамның шығармашылық жұмыс сияқты болатын бұрын. Ал қазір жаңағы эксперимент ретінде сөйтіп топпен жұмыс істеп жатырмыз. Енді мына әнге келетін болсақ, азап шекпеймін деп, сөздерінде бір қызға айтып жатқан сияқты, мағынасы сондай болып келеді. Ал енді оның астына енді өзіміздің айтқымыз келетін бір өмірлік кезеңдердегі бір өзгерістер, бұрылыстар бар. Сондай нәрсені біз салғымыз келді. Себебі мысалы менің енді жасыма келетін болсақ, шамамен енді 35-36 жастағы ғой. Енді ересектену, психологияның өзгеретін сәттер болады. Осы жерде мен бұл баланың, психикалық бала ғой енді, сол ересекке айтып жатқан тілегі сияқты астар бергіміз келді. Осылай қабылдауымыз керек. Тамаша. Енді шынында да жаңа шабыт туралы айттық қой, шабытта бір бала сияқты, оны мәпелеу керек. Бұған дейін айттық, шабыт сарқылады дегенге мен өз басым сенгім келмейді. Енді 50 жаста да, 60 жаста да жүрек қартаймайды, жүрек 25 деген әңгімелерді естиміз. Соған қарағанда шабытты қалай бағындыруға болады, қалай шабытты игеруге болады. Мүмкін менде де ән бар, 1-2 өзімнің шығарған. Алғаш рет ән жазғанда Әлімбек
гитарамен ызыңдап отырып қарындасымды жаңағы алып қашып кетті. Мұқағалидың кітабын оқып отырып, поэзиясын, қызыма деген өлеңін оқыдым да, сол түнде мұңайып отырып, қарындасымды ойлап отырып, жаңағы ән жаздым да, енді өзім шығарған әнге күмәнданып, ана жігіттен де сұрай, мына қыздан да, мынау ән біреу шығарып қойған жоқ па бұрын? Менің әніме деп айта алмаймын, бірақ мына ән тыңдап көрші, бұрын біреуден естіп, мүмкін соны салып отырмын ба дегендей күмән болды. Қалай күмәнданбауымыз керек ән шығарғанда? Қалай өзіңдікі екеніне қалай сенімді болу керек? Қалай шабытты игеруге болады? Осы жер. Иә, негізі кез келген жанның жүрегінің өзінің бір әуендері болады. Оны шығаруға да болады, көпшілікке шығармай, жалпы өзіңнің бір әлемің ретінде құпия сақтасаңыз да болады. Ал енді жарыққа шығу, көпшілікке ұсыну деген енді ол шығармашылық бар, және оның үстіне жалпы халыққа өтімдірек нәрселер қайсысы өтеді. Мысалы 10 ән шығару мүмкін, шабыт келіп, бірақ соны жаңағы көркемдік кеңеспен отырып қайсысын шығарсақ халыққа өтімді болады деген таңдаулар болады. Маркетинг қазіргі таңдаулар шоу-бизнестағы. Иә, сондайлар болады. Ал енді шабытты қалай сақтап игереміз. Ауыздықта болады. Негізі жаңа мен өзім жаңа көктен жалпы түс көріп, ғайыптан бір хабарлама келіп ән шығардым дегенге аса сенбеймін. Біз күнделікті жаңағы әуендерді, музыкаларды, дыбыстарды тұтынамыз. Сол тұтынған жаңа әндер, музыкалар әртүрлі бағыттағы сіздің миыңызға енеді. Сосын белгілі бір уақыттар өтеді. Сол кезде мысалы сол әуенді сіздің миыңыз ұқсатып, бірақ басқаша қылып өңдейді. Енді осы жерде ұқсап кетеді деген нәрсе осы жерден шығады. Мысалы ол оригинальный болып шығуы мүмкін, болмаса ұқсап шығуы мүмкін. Сондай болады. Енді өзі айналдырған 7 нота дейсіз ғой. Иә. Ол 7 нотаның бойында неше түрлі сан қилы әуен шығаруға болады, бірақ ол бәрібір біреудікін ұқсауы мүмкін ғой. Иә, сөз бар ғой, жаңа таланттылар көшіреді, ұлылар ұрлайды деген сияқты да. Мысалы, көптеген әндер бар, шетелден қазақшалаған или орыс тіліне аударылған әндер бар, әуені бірдей, бірақ жаңағыдай көпшіліктің көңілінен шығып, жаңағы тойларда, концерттерде жаңағы көпшіліктің ықыласына бөленіп жатқан. Мысалы, оның ішінде қазіргі әндердің ішінде де бар. Мысалы айтатын болсақ, Чумаковтың «Тутитам» деген әні бар, бәріміз білеміз енді осы СНГ-де. Ол ана шетелдік «Солидат» деген ән бар ғой, мысалы, дәл соның көшірмесі. Мысалы, сіз айтпасаңыз, мен енді осы туралы жаңа білдім. Мысалы, дәл қазір хит болып жатқан «Сен керексің» деген ән бар ғой. Мысалы, «Привет, Андрей» деген мысалы ән. Міне, жаңалық айтып отырсыз, мінекей музыканың әлемі осындай, қадірлі тыңдаушы. Сол себепті бастысы енді бұл халыққа жұмыс істейтін болғаннан кейін сіз ұрлайсыз ба, или көшіресіз бе, әлде өзіңіз тудырасыз ба, бастысы халықтың көңілінен шығу болып тұр ғой мәселе. Менің түйгенім сіздің айтқаныңыздан, мысалы ақындар болады, кәдімгі жазу 9 буынды, 12 буынды қылып, кәдімгідей сол өлең жазудың қалыпына салып шығаратын ақындар болады, жазба. Ал біреулері болады ақындардың суырып салу, суырып жүрекпен бірден сол сәтте шығару. Сондықтан композиторларда да осындай болады дегенге келіп отыр. Иә, көбіне сол жаңағы айтқан керемет ғайыптан шабыт келмей, былай осындай механикалық, техникалық тұрғыдан да. Соңғы тәсілдерді пайдаланып десеңші. Келесі әнге кезек берейік. Кроссовер аты шетелдік. Еркелегеніңді сағындым деген ән ғой. А неге кроссовер? Ол енді техникалық жағдайлар болуы мүмкін. Тыңдап көрейік, бұл да жаңа туынды. Әлімбек бауырымыздың тағы бір жаңа туындысының тұсауын кестік. Шында да Әлімбек қарап отырмын. Қазіргі өзіңіз 30-дан асып бара жатсыз. Қарап отырмын, қазіргі осы музыка сүйер
тыңдаушылардың жүрегін дөп бастым деп ойлайсыз ба осы әндеріңізбен? Енді бұл дөп басу енді үмітіміз бар. Дөп бассақ екен, тыңдарманның құлағына жетсек екен деген, себебі көрерменнің махаббатынан асқан махаббат жоқ шығар мүмкін. Барлық өнер адамы соған жеткісі келеді. Сол себепті осы сіздің радио толқындарыңыз арқылы біз көпшілікке шыққымыз келеді. Сол тыңдармандардың пікірін білгіміз келеді. Солардың жүректеріне жетсе екен деген үмітіміз бар енді. Енді бір жылдары Қайрат Нұртас бір 70 ән жазған кезі болды. Мен сонда былай айтқаным бар, Қайрат Нұртас: бауырым, осы 70 ән жазбай-ақ 7 ән жазып Европа болсын, әлемдік сахнаға шығып кетуге болатын еді ғой. Неге 70 ән осынша көп жаздыңыз деймін. 70 әннің бәрін тыңдау мүмкін емес қой, мысалы. Сол сияқты бүгінгі таңда қанша әніңіз бар өзіңіз жазған? Бір 10 ән бар ғой. 10 ән. Иә, маған әлі көп жұмыс істеу керек, себебі соңғы кезде әлеуметтік желілерде жүрген статистика бар. Мысалы, әлемге танымал әншілер бар, осы музыка саласында жұмыс істеп жатқан. Солардың тек 10%, мысалы 100 ән жазса, соның 10% ғана хитқа айналған. Мысалы жаңағыдай шетелдік Эминемнен бастап, мысалы жаңағы Меладзе дегендерді, руки вверх деп, енді біз СНГ тарапынан қараған кезде әлемдік деңгейде де сол 10%, 15% шамасында екен. Демек, біздің Әлімбек әлемге танылу үшін дейікші, енді өзі осындай қазіргі сұранысқа ие жұлдыздардың қатарында жүру үшін 100 әнді күтпейік дегім келіп тұр. Иә, енді біз 10 ән жаздық қой. Мысалы, ол әннің біреуі жаңа хитқа айналу керек, статистика бойынша. 10 әннің барлығы әлі халыққа жетіп үлгерген жоқ. Қазір тыңдаған 2 әніміз бұрынғы 5 әннің үстіне қосылды, 7 ән. Бізде тағы тұсау кесілмеген әлі 3 ән бар. Соның біреуі енді статистика рас болса, біреуі енді ату керек. Иә, хитқа айналу керек. Біздің тілмен айтқанда ату керек. Иә, ату керек, иә. Тамаша. Негізі енді тақырып таңдау. Мысалы, енді білмеймін, қаншалықты қазіргі хит әнді шығару үшін не істеуге болады? Сіздер де ізденіп отқан шығарсыздар. Біз де күніне қаншама ән тыңдаймыз. Кейде жігіттер келіп сынатады. Жаслан аға, тыңдап көріңізші, осы ән қалай болайын деп тұр. Мен айтам, кеш қалып қойдың ғой, 2-3 ай бұрын неге алып келмедің деймін. Неге десең, мен айтам, 2-3 ай бұрын осы салған стиліңіз, сіздің музыка жазған, ол сұраныста тұр еді. Қазір қарап отырмын, басқа стиль кетіп жатыр. Осы дұрыс айтуым дұрыс қой? Сіздің айтып жатқан қойып жатқан сұрағыңыз өте өзекті. Бұл жаңағы танымал әншілер болсын, енді танылғысы келіп жүрген әншілер болсын, оларда бәрінде сол осы сұрақ, қалай хит боламыз? Себебі қазір ақпарат ағыны өте үлкен. Ол жерде сен ерекшеленгенде де енді бір арнасынан асып кетпесең, сен жалпы рилстың ішінде жаңағы біз күнде әлеуметтік желіде өткізіп отырамыз ғой, сол жерде сен бір 2 секундың болады, болса 1 секундың болады. Сол жерде көрініп үлгеру. Сол жерде көрініп үлгеру керек. Сол себепті қазір бәсеке өте үлкен. Мысалы, 1 секундтың ішінде басын кірпішпен жарып, халықтың назарын аудартады деген сияқты сондай технологиялар кетіп жатыр. Сол 3 секунд дейді ғой, енді қазіргі мамандардың айтуы бойынша, мысалы, видео контент болсын, сол 3 секундында сені адамды қызықтыру керек. Содан кейін 3 секунд ұстасаң, сон тағы 3 секунд саған бонус қосылады. Сен 6 секундта қызықтыруың керек деген сияқты өте жылдам назарға таласу болып жатыр ғой. Ол тек жаңа біздің Қазақстанның, болмаса жаңағы бұл әлемдік. Иә, әлемдік деңгейде болып жатқан тенденция десе болады. Енді қараңыз, жаңағы 6 секундта үлгіріп назарды алу үшін Әлімбектің жазған 10 әннің біреуінің мықтылығы аздау бола ма деп ойлаймын. Оған Әлімбек формада болу керек. Жаңағы стиліңіз, түріңіз, әдебіңіз, берер бір фишкаңыз дейді. Осы жағын
қалыс қалдырып қойып жатқан жоқпыз ба? Мен сіздің танымал болғаныңызды қалап отырмын. Иә, мен де қалап отырмын. Өте дұрыс айтасыз, өте дұрыс айтасыз. Енді қарасақ, мысалы, спортта сізде болу керек. Сіз күнде жаттығу залынан шықпайсыз. Күнде бір жоқ дегенде 2-3 пост салып, әніңізді ротацияға дайындап, қазір бір жартылай ғана бір секундтық тыңдалыммен қарап, жуырда дегендерді қашан жасайсыз? Иә, бүгін келіп жатқаным бірінші жалпы предпоказ деген сияқты алдын ала тыңдатып жатыр сіздердің эфирлеріңізде. Енді қазір жаңағы айтып отқан неше түрлі қулық сұмдықтар бар, енді көрерменнің назарын ұстау үшін. Мысалы, мына әнді хит қылу үшін, мысалы, не істей аламыз? Подкаст түсіруге болады да, мысалы. Сен ана жерде жоқ, айтқым келгені, мысалы, бір ресторанды сен жарнамалау үшін сол ресторанда, мысалы, подкаст түсіріп, көрермендерді жинап, сөйтіп жарнамалайсыз. Негізгі сіздің мақсатыңыз ресторанның саудасын жүргізу. Ол үшін сіз осындай жаңағыдай подкаст болмаса неше түрлі конкурстарды ұйымдастырасыз. Сол сияқты біз тек ән шығарып қойып, тек тыңдасаңдар, тыңдаңдар, өтпесе қой деген емес. Істей алмаймыз. Біз кәдімгі жаңағыдай тауар ретінде, мысалы, тауар ретінде осы әнімізді сатуымыз керек енді. Жаңағы неше түрлі маркетингтік жолдарды тауып, болмаса қанша керемет ән, жақсы сапада өңделген ән болса да көрерменнің назарына жетпей қалуы мүмкін. Ол бір. Екінші тағы бір жағы бар. Кішкене мынау өзіңіз батыстың жігітісіз. Сіз былай кішкене мінезіңізде де өзгеріс керек сияқты. Өте. Аздап былай әдеттен озу керек кей жерлерде. Сырып қою керек. Ұялам, болмайды. Көршілерім не дейді, туған жер не дейді дегенді ойлай берсеңіз, онда бір ұтылатын сияқтысыз. Қазір жуырда бір подкаст тыңдасам дейді, Құдай қаласа деп көп айтады дейді қазір. Жоқ, Құдайдың қалауы бөлек дейді. Сіз қалауыңыз керек дейді. Бұлай бере салып жоғарға міндетті. Өзіңіз содан бір күтіп жүруге болмайды дейді. Өте дұрыс айтады айтқан адам. Сіздің әрекетіңіз керек. Масканы шешу керек. Аздап ұятсыздық емес ол енді. Бір кішкене іштегі бір ұялып тұрған дүниелердің бәрін аттап өту керек сияқты. Сізге кедергі болып тұрған дүниелерді аттап өтіп, шашты жартылай бояу керек болса, жартылай бояу керек. Өте дұрыс айтасыз, керемет. Футболканы бұлай емес, Қазақстан деген жан басқаша бір реңде мына жерін жыртып жіберіп кию керек десе, Әлімбек дайын ба соған? Енді біздер әнді жаздық қой, енді жаңағыдай образ мәселесі бар. Образ, сен кім болып шығасың, сен тыңдаған адам кімді тыңдап жатырмын деген жаңағыдай сауалдар болады өзі. Сондай сауалдарға біз қазір жауап іздеп жатырмыз. Ән бөлек, одан бөлек визуалдық тұрғыда қандай жаңа образ. Мысалы қазір ауылға барып, мысалы ауылдың күйбең тірлігін көрсетіп те, заманауи әндерді насихаттауға болады. Болмаса қаланың өмірін, болмаса басқа да әртүрлі қиял ғажайыптарымен өзіңнің образыңды жасасаң болады. Енді мына жасанды интеллект қазір өмірімізге енді ғой. Мысалы жасанды интеллектіге осы Әлімбектің жаңадан шығарып жатқан әндері жуық арада түсеме сол арнадан. Қазір солай да жарнамалап жатыр ғой өз әндерін, байқайсыз ба? Шығарылған әнді жасанды интеллекттің орындауында да бір өзі тыңдап көріп жатқан әншілер бар. Осы жағынан жұмыстар бар ма? Иә, бізде енді қазір Суно деген программа бар, бағдарлама жасанды интеллектпен жасалған. Сіз оған әніңізді саласыз, ол жерде әніңіздің стилін, жалпы дауысын, қыздың дауысы болмаса ұлдың дауысы деп бөле аласыз, әртүрлі ритм,
стильдерді қоя аласыз. Біз мына әндерді жазған кезде ол Суна программасы әлі шықпаған еді, осыдан жаңа 1 жыл бұрын. Енді қазір бұл тек жаңа дауысты өзгертуде емес, жалпы ән шығаруды жеделдетіп жатқан технология болып тұр. Және мысалы менің жаңа Кел деген әнім бар, осы радиода жүріп жатқан. Сол Кел деген әннің біз стилін табу үшін 6 ай жүрдік. Себебі жаңа рок стилінде, болмаса лирикалық, болмаса поп деген сияқты әрбір әннің стилі болады. Ән сол стильге жату керек. Сөйтіп біз 6 ай уақытымыз кеткен негізі. Ал қазір бір әннің стилін табу. Мысалы, жаңа ән, бірақ енді ол қандай стильде болады деген сияқты. Соңында енді лирикаға тоқтап солай шығардық қой. Және ән де жақсы кетті, біраз жерде тыңдарманда болды. Әлі күнге дейін көрген кезде сұрап жататын адамдар болады. Ал енді Суна программасы, сіз 6 ай жүрмейсіз. Сізге 2 минуттың, 1 минуттың ішінде сіз мысалы рок стилінде бір ән шығардыңызда, рок стилінде қойып қарайсыз. Сосын тыңдайсыз, мынау келе ма келмей, келмесе келесі стильді қоясыз. Сол сәтте тауып жасап береді. 1-2 минуттың ішінде. Сол себеп бұл ән шығаратын, әнмен айналысатын адамдардың жұмысын жеделдетіп жатыр. Өзінің де ұсынатын нұсқалары болады, әнді өңдеудің. Соның ішінде таңдайсыз да әннің референсін шығарып береді ғой. Сосын соны кәдімгі кәсіби мамандарға барасыз, маған осы бағытта дамытып әнді өңдеп берсеңіз дейсіз. Керемет. Демек, соңғы технологияларды пайдаланып отырып, жасанды интеллект, IT технологиясының дамыған қарап отырмын. Демек, ол жағынан да ізденіс бар. Енді 3-ші әніңізді тыңдап көрейік. Бұл әннің аты? Бұл әннің аты жоқ дейміз ба, қалай десек болады. Кейбір А деген айқайлау ғой бұл жерде. А деген дәм бола ма? Бұрын ақындар жазғанда Б-ға арналады, З-ға арналады дегенде бұл ән А-ға арналады. Осылай болсын. Қадірлі радио тыңдаушы Әлімбек Келдібай, әнші, композитор, жаңаша стильде қазіргі қазақ қоғамына, қазақстандықтарға осындай бір әндерін ұсынып отыр. Бұл мінекей 8-ші әніңіз, қателеспесем. Тыңдап көрейік. Енді бұл да эксперимент ретінде жасалған. Әлі былай толыққанды. Енді бұның атына да конкурс жариялауға болады ғой болашақта. Мүмкін жарияласақ та болады. Бұл ән біткен ән, жаңа ән, бұл енді процестегі ән емес, біткен ән. Жалпы эксперимент ретінде шыққан ән деп жатқаным ғой. Себебі бұл әнмен қазір тыңдайтын әндеріңізбен тойға барып билей алмайсыз. Болмаса ырғағы, кішкене қазір жанрлар бір-бірімен байланысып кетті ғой. Мысалы рэп бар, джаз, блюз деген сияқты. Билеп жатқан адамның аяғын шатыстыратын. Иә. Ал тыңдап көрейік. Сезімнің шырқау шыңында шегінде туғандай бір ән болып тұр ғой енді бұл жерде. Жалпы ұл мен қыздың, ер мен әйелдің арасындағы бір қақтығыс ретінде болған. Енді сөздеріне мән беріп қарап отырсаңыз, зер салып, сол жаңа бір-біріне айтып жатқан наздары. Мәңгілік сарын, ұлы махаббат дастаны ғой, бір сөзбен. Бәріңіз соның айналасында жырлайсыздар, бірақ шынында да бұл ән бір таңдаулы ғана аудиторияның өзіне бір жүктеп алатын ән сияқты болып көрінді. Иә, бізде қазір енді жанрдың, стильдің түрлері өте көп. Біздің тыңдармандарымыз да әр алуандықты жақсы көреді. Сол себепті бұл ән тыңдармандардың құлағына жетіп, өздерінің бір оңашада ешкімге көрсетпейтін тыңдайтын әні болса, біз енді қуанамыз. Жалпы көпшіліктің көңілінен шығатын емес, жалпы жанрдың әр алуандығына да жұмыс істеп жатырмыз. Осы әніңіз біздің Жібек жолы радиосының форматына тамаша. Мен солай қабылдадым енді, көрдіңіз ғой. Ал енді мынандай бір Бақытжан Сәуекенов деген композиторымыз бар, қостанайлық, жуырда ғана өзінің 75, қателесіп 80 жас екен. Кешірім сұраймын, қателесіп кетсем. Мінекей осы қазір турне барлық Қостанай облысының аудандары бұл композитор ағамызды
ұлықтап жатыр. Досымжан Таңатаров әнші бауырымыз, ол кісі де Қостанай жеріне барып күні кеше ғана сол кісінің тамаша әндерін орындап келді. Сол кісінің бір әні қазір есіме түсіп отыр. Соның қайырмасын орындап берейін сізге. Сізге ұсынсам деймін соны. Өңде көріп өзіңіздің шеберханаңызда тудырып, мысалы былай келеді: айтшы жаным, қайдан келдің, ару едің, қандай жердің, Семей, Жамбыл, Алматы ма, әлде Шымкенттен бе едің, Қызылорда, Гурьев, Орал, Көкшетаудың көгінен бе, әлде әсем қазақ қызы, Дархан Торғай төрінен бе. Бұл қайырмасы. Бұлай осы әнді жаңа есіме түсіп кетті. Сіз әртүрлі стиль ізденудеміз, эксперимент жасаймыз дегенде, осыны латино американский стильдер бар ғой? Иә. Степ, осындай стильдерге салып орындауға келеді деп мен өзім сеніп отырмын жүрегім. Және Әлімбекке осы әнді берсем деп отырмын. Иә, жаңа образын көрсем, степті билей аласыз ғой? Мен енді Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясында оқыдық. Сонда осы степ биіне бізде сабақтар болды, және концерттер болды. Соған біз қатысып, керемет болмаса да алғашқы базовый дейді ғой, базалық әдістерін білеміз. Демек, биге барсыз. Иә. Тамаша, онда мен ойлаймын бір енді жаңағындай бір 6 айға созбасыз бұл әнді тудырып. Бір басқа қырында байқауымыз керек. Кейбір әншілерді қарап отырсаңыз, бір қолдан шыққан, бір қалыпта құйылған әндер, бір-бірінен ауынмайды стильдері, бір ғана композитормен жұмыс жасайды. Енді бұл жерде өзіңіз композиторсыз, өзіңіз өңдейсіз ғой? Жоқ, мен өңдейтін мамандармен жұмыс істеймін. Өңдейтін бірақ композитор өзіңіз, әнші өзіңіз, ақындармен кімнен жұмыс жасайсыз? Мен өзім достарымның бәрі ақын айналадағы, солармен жұмыс істейміз. Енді жұмыс істейміз дегенде сол қанша жылдың ішінде шыққан 10 ән ғой енді. Сол себепті ақын аралап кететін де емес, енді бір кофе ішудің процесінде бір әннің сөзін жазып тастауға болады, себебі ақындар көп жанымызда. Тамаша. Енді қарап отырмын, негізі хитті қуып кету де дұрыс емес пе деймін мен, тыңдаушы ретінде. Иә, өте дұрыс. Жоқ, егер жалпы бизнес ретінде қарап, осы ән айтудан ақша табамын деген сияқты ойыңыз болса, сол хитті қуып, ырғақтар билеуге арналған тойларға барып, табыс табуыңызға болады. Тез жаздырып оңай. Ал ең осы шығармашылық ән шығаратын, ән айтатын адамдардың бір бақыты десек болады. Өзінің жалпы болмысымен шығатын туындылар бар ғой. Ол ерекше болуы мүмкін, ол өзгеше болуы мүмкін, өзгелерден қалыпқа сыймауы мүмкін, тойға өтпеуі мүмкін. Сол табиғатымен егер халық оны қабылдаса, шығармашылық адамның бақыты сол. Бұл мойындау. Иә. Ал кейде болады, сен халықтың көңілінен шығатын әндерге жұмыс істейсің, себебі сен соның сұраныста болғың келеді. Ал енді сен табиғатыңмен, болмысыңмен, өзіңнің жаңағы неше түрлі ішкі сезімдеріңмен шыққан туындыларды сен халықпен бірге көтере алсаң, ол енді одан асқан бақыт жоқ шығар енді. Иә, мына қарап отырмын, уақыт шіркін көптен. Сізбен қазір мен 40 минутқа жақын әңгімелесіп отырмын. Уақыт тез өтіп кеткен сияқты. Демек, сізде музыкаға деген, осы бір творчествоға деген махаббат бар. Сіз мені сөйлете алдыңыз. Мен сізге тіптен ішімнен ән ұсынуға тура келді. Иә, сіздің әніңіз бойынша ол өте жақсы ән болып тұр, себебі әннің ішінде әртүрлі өңірлерді, қалаларды айтады. Иә, ал біздің енді бір табиғи қажеттілігіміз ба, сұранысымыз ба білмеймін, өзіміздің мысалы руымызды айтса, қаламызды айтса, бір елең ете қаласың ғой. Мысалы мен Жаңаөзен қаласынанмын, Жаңаөзен деп біреу айтса, әннің ішінде естісем мен назарымды бұрамын. Сол себепті мына әннің потенциалы жалпы Қазақстан.
сол потенциалы жоғары. Біздің енді жер көктен іздеп жүрген хитіміз сіздің аузыңыздан жаңа шыққан болуы да мүмкін. Мына деген шапан жапқанмен бірдей болды ғой бір ән үшін. Жалпы әннің саудасына келейік. Сатасыз ба? Сұранысқа тез шығарып беріші аға деген ұсыныстар бола ма мысалы сізге? Мен өзімнің бұрынғы достарыма дегенде енді бұрындарды шығарып беретінмін. Ән сұрап келеді. Сол әнді өздерінің бағыты бар ғой жаңағы. Сол бағыттарда ән шығарып беретін едім бұрындары. Қазір енді көп болды. Ондай бір ән шығар деп айтылғанмен нақты ұсыныс келіп жатқан жоқ. Санаторияның 20 жылдығына ән шығарып бер деген сияқты ұсыныстар келеді. Енді ол ондай шығармашылыққа санаторияның 20-30 жылдығына шығару енді білмеймін, көп ақша төлеу керек шығар мүмкін шабытташу үшін. Мынандай класстастар деген ән шығарып берші дейді. Немесе 81-лер деген. Осындай қазір көп әлеуметтік желіде. Бұған қандай баға берер едіңіз мысалы? Енді дәл осы сұранысты жаңағы жасанды интеллект, суна деп жатырмыз ғой, сол жауап береді. Орындап та береді, 2 минутта шығарып береді, қалағаныңызды. Ақша табуға болады. Иә. Жалпы енді өзіңіздің негізгі мамандығыңыз актер. Музыкалық театрдың актері, бітірген мамандығы. Ал енді осы композиторлық әншілікті 10 жылдың жүзінде атқарып жүрсіз бе, әлде осы уақытқа дейін жаныңызда жүрді ма осы? Бұл 10 жылдан бері айналысып жүрсе, әлі неге хит жоқ деген сияқты. Сондай сұрақ қой. Былай болды. Басында мен бала кезде тез айтып берейін, конкурстарға, өлең оқу, мәнерлеп оқу конкурстарына қатысып жүремін. Кейбір конкурстардың ішінде ән айту керек болады. Әу басында мен ән айтам, ән шығарам деген сияқты арманым ондай болмаған. Сосын өнер академиясына келдік. Өнер академиясында бізде керемет әншілер бар, неше түрлі талантты жігіттер бар ғой. Қыздар бар, солардың арасында жүріп, менде сол ән шығаруға, ән айтуға деген қызығушылық туды. Содан кейін мен жалпы Алматыда жүрген кезде сол бір 4-5 ән жазып, соларды шығарып, олар енді біраз өзінің деңгейінде айналып, Қазақстанды тыңдармандарын тауып жүрді. Одан кейін паузалар болды. Арасында 2 жылда бір ән, 3 жылда бір ән шығарып жүрдім. Сол себепті былай қарасаң 10 жыл, бірақ шыққан ән 10 ғана деп тұрмын ғой. Сапалы. Олардың бәрі де көрерменнің тыңдарманның көңілінен шығатын емес, ол жүректен шыққан ән. Және 10 жыл өзіңіздің жүрегіңіздің рахат үшін жасадық десек бола ма осы? Әрбірден соң негізі ол ән шығару процесінде сіздің жалпы нейромедиатор дейміз ғой қазір, дофамин, адреналин, норадреналин деген сияқты қазір енді бәріміз сауатты болып кеттік қой. Сол біздің жалпы бақыт сезімін беретін жағдайлар өте көп. Мысалы, шығармашылық адамы одан кете алмайтын себебі де, мысалы, рэп оқитын бір рэпер болсын, солда шығармашылықтан кете алмайтыны, ол сіздің ән шығару процесіндегі алған ләззатыңызды сіз басқа жерден ала алмайсыз. Сол себепті адамдар жылдап, ғұмыр берсе, ғасырлап та осы шығармашылықпен айналыса береді. Керемет. Сізбен бірінші рет сұхбат жасап отырмын, Әлімбек. Өте айтарыңыз бар, береріңіз бар, сапалы дүние ұсынғыңыз келеді. Сондықтан творчестволық табыс тілеймін. Димашта алғаш айым сеңгерге барардың алдында осылай алдымнан сұхбатын беріп, келелі әңгіме құрып аттандырып жіберіп едік. Енді бүгін әніңіздің тұсауын кесіп, әдемі әңгімелесіп отырмыз. Осыдан кейін үлкен бір сатысына өнердің өзіңіздің творчествоңыздың көтеріледі деген ойда отырмын. Негізі айналамдағы жандардың бәрі менің жалпы ән саласында, осы өнер саласында жетістікке жеткенімді, көбірек танымал болғанымды бәрі қалап отыр негізі айналамызда. Сіздің өзіңіз қандай тілек арнап отырсыз да? Енді мәселе алдағы осы күндері шешуім керек. Оны мен қалаймын ба, жоқ па, соны анықтауымыз керек болып тұр.
Тамаша. Қадірлі радио тыңдаушы, Жібек Жолы радиосының төрінде әнші композитор Әлімбек Келдібай осы 10 жылдың ішінде оймақтай 10 әнді дүниеге әкелген талант иесі. Тек қана творчестволық табыс тілеймін. Жақсы, рахмет.